Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 91-ші сабақ армандар орындалады тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақта өлеңді зерделеп оқимыз және де қателерді тауып түзететін боламыз. Олай болса балалар, сабағымызды бастаймыз. Бізге берілген бірінші тапсырма: ойлан. Өткен замандағы адамдар болашақ туралы нені армандауы мүмкін? Балалар, өткен заманда адамдар болашақта өмірдің жеңіл болғанын армандады, Олар егін егу мен мал бағу жұмыстары машиналармен жеңілдесе екен деп армандады. Ұзақ сапарларға атпен емес, тез жүретін көліктермен баруды армандады, Және де еңбек құралдарының жаңарып, ауыр жұмыстарды техника атқарса екен деп тіледі. Сондай-ақ әр үйде жарық болып, адамдар білім алып, кітаптарды еркін оқи алатын заман келеді деп үміттенді, және де сол үміттері орындалды. Балалар, олай болса екінші тапсырма: салыстыр. Өткен күндерді қазіргі өмірмен салыстырып әңгімелеңдер дейді. Балалар, біз бірінші өткен заманды айтайық, одан кейін қазіргі заманды айтамыз, Өткен заманда, мысалы, адамдар өмір сүру үшін көп еңбек етті, Егін егу үшін жерді қолмен жыртып, өгізбен айдады, Ал ұзақ сапарларға түйемен немесе атпен жүрді. Жарықтың орнына майшам жақты. Ал хабарды алыс ауылдарға бірнеше күн жүргізіп жеткізген, Сонымен бірге білім алу қиын болды, кітаптар аз еді, Ал қазіргі заманда балалар бәрі өзгерді. Мысалы айтатын болсақ, жер жырту үшін тракторлар немесе комбайндар қолданылады, Ал ұзақ сапарларда ұшақтармен, пойыздармен және де автокөліктермен оңай әрі жылдам жүріп өтуге болады, Сонымен бірге үйлерде жарық әрдайым бар, Ал хат-хабарды бірнеше секундта телефонмен немесе интернет арқылы жеткізуге болады, Сонымен бірге білім алу да жеңілдеді. Яғни мектептер көп, кітаптар мен ақпараттар әр жерде қолжетімді, Өткен күндер мен қазіргі заманның айырмашылығы өте көп, балалар. Бүгінгі өмір адамдар армандағандай жеңіл, әрі қолайлы болып табылады, Яғни біздің ата-бабаларымыз армандаған өмірге біз жеттік, яғни олардың ұрпақтары жетті. Қазіргі біздің өмір өте тамаша, балалар. Олай болса, Бүркіт Ысқақов 1924 жылы дүниеге келіп, 1991 жылы дүниеден озған, ақын, Қарағанды облысы Нұра ауданы Көкмөлдір ауылында дүниеге келген. Оның «Отан», «Сенің отаның», «Кім жүйрік» өлеңдері бар, Орыс ақындарының шығармаларын қазақ тіліне аударған бірден-бір ақындардың бірі. Түсініп оқы. Қанатты қиял. Жазғы тұрым жайлы кеш, аулақта отыр қарт ата, қасындағы ұлына әңгіме шерін тарқата. Шырағым, деді ол ертеде, ұшатын кілем болыпты, айшылық алыс жерлерге шапшаң жетіп қоныпты. Адам оған ауыр жүк, артып көкке ұшыпты, кең аспанды аралап, айды күнді құшыпты. Тыңдап сөзін атаның, оқуға жүріп ұл кетті, содан бері арада талай-талай күн жыл өтті. Қайтты бір күн баласы, самолетін самғатып, өмірімен ұшқыштық көрген жанды таңғалтып. Осылайша атаның қиялын сан ғасырлық шығарып біз шындыққа, іс жүзіне асырдық. Балалар, авторы бұның Бүркіт Ысқақов екен. Балалар, бұл өлеңдегі шер тарқату дегеніміз бұл жерде әңгіме айту деген мағынаны береді екен, Олай болса, келесі үшінші тапсырма: зерделеп оқы. Қарттың әңгімесінен ертедегі адамның жақсы өмірі туралы қиялын тауып оқы дейді. Олай болса, балалар, осы жолды оқып берейік. Шырағым, деді ол ертеде, ұшатын кілем болыпты, айшылық алыс жерлерге шапшаң жетіп қоныпты. Адам оған ауыр жүк, артып көкке ұшыпты, кең аспанды аралап, айды күнді құшыпты.
Мінекей балалар, осы шумақта біздің қарт атамыздың жаңағы қиялы бейнеленген екен. Олай болса, 4-ші тапсырма ақын өлеңнің тақырыбын неліктен қанатты қиял деп атаған? Себебі балалар, қанатты қиял деп атауының себебі қиялдап, яғни армандап, сол арманы болашақта орындалады деген сеніммен қойылған деп ойлаймын осы атты. Келесі біздегі 5-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Дәлелде, топта өз пікірлерін дәлелдеңдер. Тұжырымдар: қарттың баласына айтқаны ертегі ме, әлде шындық па? Балалар, негізі қарт баласына ертегі айтқан болатын, бірақ та қарттың баласы сөздің төркінін түсініп, көп оқып, білім алып, қарттың ертегісін шындыққа айналдырды. Келесі 6-шы тапсырмаға көшеміз. Қарт баласының болашағынан не күтеді? Балалар, қарт баласының болашағынан арманның орындалатынын күтеді. Тыңда, 7-ші тапсырма. Қанатты қиял және Ыбырай Алтынсариннің өнер білім бар жұрттар өлеңдеріндегі кейіпкерлердің арманы орындалғанын қалай дәлелдейсің? Балалар, бұл өлеңдердегі кейіпкерлердің армандары орындалды, себебі ұрпақтары білімді, өнерлі болды. Одан кейін қанатты қиял ертегісіндегі өлеңдеріндегі жаңағы бізде ұшақты армандаған болатын қарт атамыз, сол ұшақтар пайда болды. Келесі пікіріңді айт. 8-ші тапсырма. Кестемен жұмыс. Тұжырымдар: өлең оқиғаға құрылған. Бұл дұрыс. Өлеңде кейіпкер жоқ. Бұл қате. Өлеңде кейіпкерлер бар. Өлең ауыз әдебиетінің үлгісі бола алмайды. Дұрыс емес. Өлең ауыз әдебиетінің үлгісі бола алады. Өлеңде аударуға болатын басқа тілден енген сөз бар. Қате. Өлеңде ешқандайда басқа тілден аударылған келген сөздер жоқ. Қорытындыла. 9-ші тапсырма. Баланың мамандық таңдауына әсер ететін не нәрселер? Балалар, баланың мамандық таңдауына мыналар әсер етеді. Яғни баланың оқуы, оның бойындағы өнері, еңбегі, ата-анасының ақылы, баланың талабы, әкесінің жетелеуі және де баланың өзінің ақылы, бұның барлығы баланың мамандық таңдауына әсерін тигізеді. Үй жұмысы. Айтылуы мен жазылуына байланысты кестеден қате сөзді тап. Балалар, бірінші сөз бізде ұшқыш деген сөз. Айтылуы ұшқыш, жазылуы ұшқыш. Бұл дұрыс. Ал бұл жердегі қате жазылған. Айтылуы өнер, жазылуы өнер деп жазған екен. Яғни бұл біздегі қате жазылған сөз, яғни өнер сөзі болып табылады. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Сау болыңыз.